Армысыздар, қадірлі көрермендер. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістанда Түркменстан халқы мәслихаттың төрағасы Гурбанұлы Бердімұхамедовпен бейресми кездесу өткізді. Бұл кездесудің бейресми сипатқа қарамастан, оның нәтижелері үлкен мемлекеттік маңызға ие болады. Демек, екі ел басшылары Қазақстан мен Түркменстанның ынтымақтастықты дамытатын маңызды келісімдерге қол қойды. Оның бірі түркмендердің Алпауыт Ғалқыныш деген газ кен орнын игеруге Қазақстанның қатысу мүмкіндігі туралы мәлімдеді. Жалпы Түркменстан табиғи газ қоры бойынша әлемде 5-ші орында тұр. Яғни ақш, Ресей, Қатар және Ираннан кейін. Сарапшылардың санауынша Ғалқыныш кешенінде 21 триллион текше метр газ және 300 миллион тонна мұнай бар дейді. Бұл оны әлемдегі екінші ең үлкен кен деп аталады. Сол салыстыру үшін Ғалқыныш қоры Қазақстанның барлық газ қорынан 10 есеге артық. Ғалқыныш кен орнын игеру 2009 жылы түрік және Қытай компанияларының қатысуымен басталды. Қазіргі уақытта 40 миллиард текше метр газ өндіріледі, оның барлығы Қазақстан арқылы Қытайға тасымалданады. Түркменстанның Қытайға экспортының жалпы көлемі былтыр 40 миллиард текше метрден асты және еліне 9,5 миллиард доллар әкелді. Түркменстан бүгін шығыстағы көршімізді газбен қамтамасыз ететін екінші орында табылады. Және бүгін Қытай сол көлемді көбейткісі келіп жатыр. Себебі Путин 2 жыл бұрын Си Цзиньпиннің Қытайдың Украинаға қатысты бітімгершілік жоспарын қабылдамаған соң, Қытай Ресейдің Сібір қуаты 2 деген жобасына тосқауыл қойыпты. Оның орнына Түркменстаннан газ жеткізуге кеңейтуді жоспарлады. Түркменстаннан Қазақстан арқылы өтетін газ құбырының өткізу мүмкіндігі қазір уақытта тағы 30 миллиардқа, демек 70 миллиард текше метрге дейін кеңейтіледі. Егер Қазақстан Ғалқынышты игере бастаса, Қытайға өз аумағы арқылы газ жеткізуге де қосылуы мүмкін. Алайда Түркмен газы мен Ғалқыныш қорының өзі Қытайға ғана емес, басқа бағыттарда да жетеді. Атап айтқанда, Тоқаев пен Бердімұхамедовтың келіссөздері барысында оңтүстік бағыт, яғни Ауғанстан арқылы Пәкістанға, одан әрі Үндістанға газ құбырымен темір жол салу мәселесін талқылады. Бұл дәліздері 2 миллиард халқы бар Үнді мұхитының жылы оңтүстік теңіздеріне жол ашу бүкіл орталық Азия үшін энергетикалық және транспорттық тығырықтан шығуға мүмкіндік береді. Газ тасымалдауын оңтүстік бағытынан тағы бір бағыт бар. Ол Каспий теңізі арқылы Түркменстанның Еуропаға өтетін бұрын Набука деп аталатын газ құбырының құрылысына. Бірақ оған Ресей мен Иран тосқауыл қойғаннан кейін келешегі зор болды. Егер бұл жоба жүзеге асатын болса, Түркменстаннан жеткізілетін газ Еуропаның алдағы 10 жылдықтағы барлық газ қажеттілігін өтеп, ресейлік газды алмастырар еді. Президент Тоқаевтың Түркістанда өткен халық мәслихат төрағасы Бердімұхамедовпен кездесуі екі ел үшін өте маңызды оқиға болғанын айта кеткен жөн. Онда Ғалқыныш кен орнын бірлесіп, игеру бойынша қол жеткізілген келісімдер Қазақстан мен Түркменстан арасындағы стратегиялық әріптестікті нығайтуға және ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Болашақта бұл аймақтың экономикалық және энергетикалық әлеуетінің айтарлықтай артуына, сондай-ақ оның тұрғындарының әл-ауқатын жоғарылауына әкелуі мүмкін. Сізбен бірге C5+ Азия зерттеулер орталығының бас директоры Қуат Домбай болды. Сау болыңыздар.